Ей бала, 24 плюс 26 неше болады? 50 болады әке. 24 плюс 26 50 болады деп тұрсың ба, Я әке 50 ғой. 24 плюс 26 неше болады деп сұрап тұрмын мен сенен, Баба енді 50 болады ғой. 24 плюс 26 неше болады деп тұрмын мен саған, сен миың бар ма, Сен ойлана аласың ба? Мен 3 секунд берем, жауап бермесең аяғын сындырам мен сен баланы. Папа, енді шынымен 50 ғой, енді телефоныңызды алып есептеп көрсеңізші. Тұршы, мен телефонмен тексеріп көрейін. 50 бола ма не? Айттым ғой папа сізге 50 болады деп. Мен просто йод алайын ішемін ғой әке. Онда йод, балдыр және А, В, С, Д дәрумендері мен минералдар көп. Ол мидың дұрыс жұмыс істеуіне, есте сақтау мен оқу қабілетін арттыруға көмектеседі. Иммунитетті күшейтіп, сабақта зейінді болып, энергияға толы болуға әсер етеді әке. Өтірік айтып отырсың сен, просто телефон істемей қалған ғой менде. Папа, онда давай апайға звондап көрейік, математикадан беретін. Апайға звондаған несі? Апайдан сұрайсың ба? Маған десең ана Илон Маскқа звонда. Болды папа, қазір звондаймын Илон Маскқа. Hello, this is Musk. Дүниедегі ең бай адам. Сәлем Маскаға. 24 пен плюс 26 50 ма? Әрине, бұл оңай ғой. Ал менің әкем жоқ дейді. Телефонды әкеңе бер. Қалай айтты? Сәлем ба? Ассалаумағалейкум. Hello. Сәлем, мен Илон Маскпын. Сен математиканы қай ғасырда қалып қойған көке? Сіз дым білмейсіз ғой? 24-ке 26 елусініз? Ана балаңыздан ұят емес па? Оқымайсыз. Айқайлап бергенесің ол маған. Не біле, Илон Маск қазақша біле ма не? Балам, давай анан. Не дедің? Йод алайын дедің ба? Соны мен де алайыншы давай. Все, әке, как раз ол жақта Каспий жұма болып жатыр. Еще минус 30%-ке дейін. Давай тоқ отырып алып алайық. Давай тез алып алайық құрсын. Ұят болып кетті ғой Илон Масктан. Давай алайық шейік.